Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге құймақ жасап көрсетемін. Өте оңай. Достар, жасап көрейік бірге. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге жасалу жолын көрсетейін. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды саламыз. Және үстіне қант қосып, венчикпен немесе миксермен жақсылап араластырамыз. Және сүтімізді құямыз. Егер көп жасағыларыңыз келсе, сүтті көбірек, қанттың да көбірек қосыңыздар. Және де 1 шай қасық сұйық май мен сәл-пәл тұз себелейміз үстіне. Біз қазір ұн қосатын кезде міндетті түрде електен өткізейік, себебі ішінде іртіктер қалып қоюы мүмкін. Сол үшін біз асықпай, венчикпен жақсылап немесе миксермен жақсылап араластырып, ұнды електен өткізіңіздер. Сол кезде барып біздің салмамыз біркелкі болып шығатын болады. Енді алдын ала табамызды қыздырып қоямыз. Себебі қазір құймақты құйған кезде бірден пісу үшін. Енді біздің салмамыз кішкене сұйықтау болсын. Менікі кішкене басында қоюлау болды. Кейін кішкене су құйғаннан кейін шамалы сұйықталды. Сол кезде маған пісіру ыңғайлы болды. Достар, жасап көріңіздер, өте оңай. Үй жағдайында шаймен керемет ішуге болады. Қонақ келген кезде де осылай пісіріп алуға болады. Жарты сағатта дайын болады. Баршаңызға ас болсын. Менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Және де достар, менің басқа да видеоларымды көре аласыздар. Мен сіздерді жақсы көремін. Сау болыңыздар.